Достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін мен Икея дүкенінде болдым. Үйге керекті заттар алдым. Көп видео магазиннан түсіре алмадым. Себебі қасымнан продавец кетпей қойды. Сондықтан үйге келіп видео обзор жасаймын сіздерге. Мінекей мен алған заттарым. Осындай пакетиктер алдым. Для заморозки, овощи, фрукты салғанға. Осындай многоразовый болар. Бір жыл қолданып, жуып, қайтадан қолдансаңыздар болады. Осындай үш түрлі, үш размерлі пакетиктер алдым. Мына жері осылай замочек сияқты жабылады. Басса үш түрлі размерлі және бағалары барлығы жазылған. Мынандай кішкентайында мен укроп, петрушка сондайлар сақтайтын боламын. Барлығы осындай жабық қорапта сақталынған, ешқандай бөтен жаман иіс жоқ. Сапасы өте жақсы екен, маған ұнады. Келесі осында екі десертница алдым. Тағы да алғым келіп тұр. Осылардан осындай мороженое салуға болады, немесе варенье, мед, қант салып қойсаңыздар, дастарханға өте жақсы. Әрі осы Икеяның товарларының бір жақсы, этикеткалары оңай алынады. Сондықтан бағасы да қолжетімді, 340 теңге бір штугы. Келесі осындай для сыпущих контейнер. Бұның объемы 1,3 литр. Бұдан да үлкендері бар, кішілері бар. Сондықтан пока біреу алып көрдім. Ыңғайлы болама сапасын көру үшін. Сапасы өте жақсы екен, маған ұнады. Енді үйдегі контейнерларымды барлығын осындайға ауыстырғым келіп тұр. Келесі осындай силиконды кисточка. Менде үйде өзімде біреу бар. Осындай түсте алғым келді. Екі парный қылып, мына лопаточкасы. Менде үйде ағаш лопаточка, сондықтан осындай силиконовый алдым. Осындай кішірек баночкалар алдым. Бұл жерде қара бұрыш, қызыл бұрыш, приправа сондай сақтағанға өте ыңғайлы екен. Осындай ішінде 4 штук бар. Мінекей барлығын жуып, кептіріп қойдым. Қазір бұйыртса ішіне заттарды салатын боламын. Мінекей барлығы ыдыстар кепті. Енді осыларды заттармен, тамақтармен толтыратын боламыз. Бұл менде ескі контейнер, 5 жылдай уақыт қолданыппын. Енді осыны ауыстырғым келіп тұр. Қант салатын қантты енді осы контейнердің ішіне салып қояйын. Осы кішірек баночкаларға енді тұз, қызыл бұрыш, қара бұрыш, приправа солармен толтыратын боламыз. Менде бұрында осындай пакетиктерді немесе өзінің ыдысында тұра беретін, сондықтан оның барлығы шашылады, қайта-қайта жинайсың, неэстетично болып тұрады. Сондықтан осындай кішірек баночкалар
алу ойымда жүреді. Осылай қойған әлде қайда әдемірек және де жинақы. Приправалардың ішінде осы пловқа арналған приправаны көбірек қолданамын. Сондықтан осыны да салып қояйын. Қара бұрышты да салып жатырмын. Ескі ыдыстардан, барлық пакетиктерден, артық заттардан барлығынан құтылып жатырмын. Сондықтан бұл да мусорға кетеді. Осы десертница маған қатты ұнады, сапасы жағынан және бағасы қолжетімді, шынысы қалың екен, өте жақсы. Осындай варенье, мед салып қойғанға дастарханда өте әдемі көрінеді. Неке барлығы салынып болды, өте әдемі және жинақы болды. Сіздерге видео ұнаса, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар.